Сәлем достар, менің есімім Анель, бұл сыр білім парақшасы. Бүгін бізде өте қызық тақырып, әйелді оргазмға жеткізетін топ поза бар. Бұл тек қана әйелдерге ғана емес, еркектерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Осы тақырып сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз. Бүгін осы тақырыпқа келгенге дейін мен сізге бір кішкентай пакет көрсетейін. Осы пакетті мен Калининград қаласынан, Ресейден алдым. Бұл компания Amber Hall. Amber Hall компаниясы әйелдерге арналған, қараңыз қандай әдемі білезік мен заказ бергідім. Оларда түрлері бар. Мен шыны керек әлі ашпадым, сол сіздермен бірге. Бұлайынан ашайын. Вау, қараңыз. Ақырындап ашайық. Бұл мына жерде, смотрите, достар. Бұл білезік янтарь тасынан жасалған. Смотрите, қандай әдемі. И мына жерде магнитпен, еще мықты магнит. Өте әдемі. Мынау янтарь. Янтарды мен өте жақсы көрем, себебі даже ішінде кожа. Это коллекция Индия. Күшті. Мне так нравится. 11 қараша күні Amber Hall сайтында 50% жеңілдікпен тауарларды алуға болады. Үлгеріңіз. Все, жеңіл. Смотрите. Және де менің оқырмандарыма арналған бір жыл ішінде тауарларды 20% жеңілдікпен алуға болады. Промокод Анель ұмытпаңыз. Егер де сіз өзіңіздің әйеліңізге, сүйікті жарыңызға, немесе әйел адам өзіне деген сыйлық бергісі келсе, бұл балтийский янтарь деп аталады. Күнде күшті болып тұрды. Соны сіз осы сайтқа кіріп, заказ бере аласыз. Және де міндетті түрде промокодты ұмытып кетпеңіз. Ал енді біздің тақырыбымызға келейік. Бұл сұрақты көп уақыттан бері менен сұрады, себебі позалардың түрлері бар. Бірақ әр әйел адамға қандай поза жақсы болады деген сұрақ. Себебі әйелдердің әрқайсысы мен 5 жылдан, 6 жылдан астам әйелдермен жұмыс жасаймын. И кейбір әйелдерге мынау позаны, кейбірлерге бұлай. И, конечно, бәрі сұрағанда қандай поза жақсы, мен айтам, әркімге әрқалай. Бірақ ойланып, қандай поза точно әйелге жағады, это бір поза бар. Бір поза дегенде определенный бір позиция. Яғни, қараңыз, әйелдің қынабы, бұл бір труба, мен айтам, оның алды бар, арты бар, екі жағы бар. Әйелдің ең көп орналасқан приятный жерлері көбісінде, сол үшін осы видео, алдыңғы жақпен өтеді. Яғни, сіз мүшені кіргізгенде әйелдің алдыңғы жағыңызбен өтіңіз. Неге көптеген әйелдер колено локтевой доги, кошечка стайл, раком дейді, соны жақсы көреді. Себебі көп еркектер алдыңғы жақпен жүреді и как раз маткаға тиеді. Вот это приятно. Маткаға тию и оның алдымен өту. Итак, достар, мен көп ойлап едім, қалай сізге көрсетейін. Себебі суретті көрсетсем, видео салсам, бұл видео жабық болып кетеді. Сол үшін сізге суретке салып көрсетейін деп шештім. Бірінші поза бізде кошечка дейді, оны доги, колено локтевая, колено кистевая дейді. Сол жерде мен осындай бір сурет салайын. Мына жерде әйел адамның басы, шашы, мынау қолы, арты и мынау аяғы. Мені бұлай болсын, түсінікті ғой, Мына жерде күйеуі тұр. Бұлай тұр, екі аяғы. И бұлай, мүшесі дейміз ғой, Мына жерде алдыңғы стеночкамен мүшесі алдымен жүреді. Сол кезде әйел адамға ләззат сыйлайды. Угол дегенде, мынау әйел адамның басы болсын, мынау қолы. Мына жерде бұлай болса, екінші, это кішкене арқаны астына қарай. Колено локтевая дейді, яғни уже шынтақпен тұрады. И үшіншісі, дәл солай, бірақ мүлдем жатып, то есть жатып қой, екеуі былай жатып.
Это получается барлық жерде алдыңғы стеночкадан алдыңғы жақпен өтеді және әйел адамға ләззат сыйлайды. Да, то есть это доги стайл. Определенный наклонды таңдаңыз. Себебі әйелдерде әртүрлі, да? То есть қарап көріңіз, бұлайынан немесе полностью от жатсын, да? Соны қараңыз. Немесе әйел адам аяқты үстіне тартқанда, сізде сол алдымен бара аласыз, да? Мына жерде жамбасының астына можете жастықты қойып алуға, да? Сонда сізде әйел адамның алдымен жақсы өтесіз. Итак, бізде миссионерский поза, әйел адам міне жатыр. Мына жерде қолы, былай аяғы, да? Күлмеңіз. Мен сізге максималдық түрде, это вообще как тренинг, достар. Бұл тренинг қой, мен оған ақша алам да жадым. Сізге тегін ақпарат. Мына жерде былай жатыр әйелі, шашы. Күйеу обычно былайынан жатады, да? Но біз ләззат сыйлау үшін әйелге максималдық түрде әйел адам аяғын көтеру керек. Яғни мына жерде күйеуі тұрса, мына басы, да? Күйеуі обычно аяқпен былай тұрады, да? А мынау аяғы әйелдің, күйеуінің иықтарында тұрады. Түсінікті ма, достар? Яғни қайтан сызайын. Міне әйел адам жатыр. Аяғын көтерді. Мына жерде еркектің иықтарынан қояды. Мүмкіншілік болса, мен айтқандай, осы аяқты былайынан да созу. Мына жерде растяжка керек әйел адамға. То есть тарту, басына қарай тарту. Сол кезде еркек мүшесі әйелдің алдыңғы жақпен өтеді. То есть максималдық түрде әйел адамға ләззат сыйлайды. Мына жерде де клитор да қосылуы мүмкін әйелге ләззат сыйлау үшін. И мен айтқандай, мынаның астына жастық қойып қоюға болады. То есть мына жерде сіз екеуіңіз қарастырыңыз. Мен айтқан екі поза, да, это доги, да, и там әйел адам миссионерская, когда аяқты үстіне қарай, да. Аяқты үстіне, тут, конечно, растяжка болу керек, себебі кейбір әйелдер үстіне қарай аяқты тартқанда там ауыру мүмкін, да. Ну, как бұлшық еттері тартылады. Соны да қарастырыңыз. Вот. Так что осы позаларды қарастырыңыз, оның түрлері өте көп. Попробуйте мен айтқан екеуін ары қарай көресіз, да, қаншалықты әйел адамға бұл приятно. То есть еркек адам, әйел адам сол позаны ұстасын, еркек адам алдыңғы жақпен өтсін. Кімге көмектесті, кімге шынымен ол күшті болды, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Және де мүмкін басқа позалар түрлері бар, солда сіз де сонымен бөлісіңіз. Рахмет, сәттілік, сау болыңыз.